Бүгінгі тақырып Atomi маркетинг жоспары. Atomi маркетинг жоспарын Пахангел мырзаның сөздерімен бастағым келеді. Әр адам жетістікке жете алады. Егер жету үшін себеп, ниет және керекті бизнес құралдар бар болса. Егер сіз қарапайым адам болсаңыз, бірақ сіз бизнес ашқыңыз келсе, Atomi компаниясында ақша салынбай бизнес аша аласыз. Сіздің себебіңіз болу керек. Неге сіз өміріңізді өзгерткіңіз келеді? Неге сіз үлкен табысқа жеткіңіз келеді? Және Atomi компаниясында осындай маркетинг жоспарымен танысып, зерттеп, соны қолдап, үлкен жетістікке жетуге болады. Atomi дистрибьюторлық компания қандай белгі береді? Дүние жүзі бойынша сапалы өнімдер шығаратын шығарушылар бар. Сол шығарушыларды Пахангел мырза табады және олармен қарым-қатынас ұстап, өнімді зерттеп, себебі Atomi компаниясында зерттеу лабораториясы бар. Қосымша солармен шартқа келіп, партнерлармен бізге, клиенттерге және дистрибьюторларға ең сапалы өнімдерді жеткізеді. Қараңыздар, дүние жүзі бойынша ең сапалы өнімдер жеткізеді. Оның үстіне сапалығына қосымша бағасын төмендетеді. Керемет емес пе? Әрқайсымыз қолжетімді бағамен Atomi компаниясында өнімді, күнделікті пайдаланатын өнімдерді сатып аламыз. Компания 2009 жылы ашылған. Қазақстанда Atomi компаниясы 2021 жылы ашылды, 6 қазан күні. Қазір 27 елде Atomi бизнесі ашық. Ол жерде сіздің мүмкін жерде туысқандарыңыз бар шығар, достарыңыз бар шығар, өзіне керекті заттарды ала алады және сіз сияқты бұл жерде табысқа шыға алады. Қосымша бүкіл Atomi бизнесі сапалы өнімнің арқасында өсіп жатыр. Сапалы өнімдер, хас сертификаты бар, GMP сертификаты бар, лоха сертификаты бар және қазіргі халал сертификаты бар өнімдер көбейіп жатыр. Назар аударыңыздар, Atomi'да тегін тіркелу. Atomi'да жұмыс істеп жатқан дистрибьютор сізді Atomi сайтына тіркей алады. Atomi сайтында сіз өзіңізге керек, қажетті премиум люкс классы өнімдерді сатып ала аласыз. Месседж стратегиясы көпшілікке бедел. Масс-маркет дегенді естіген шығарсыз. Масс-маркет ол сіз дүкенге, қарапайым дүкенге әлде базарға барған кезде өзіңізге керекті заттар аласыз, бірақ оның сапасы орташа болуы мүмкін және орташадан төмен болуы мүмкін. Atomi компаниясына өнімдердің бәрі биік, жоғары сапада жасалынады. Және қолжетімді болған соң, қарапайым адамға ол қолжетімді. Халықаралық интернет дүкен. Жаңағына айтып кеттік, дүние жүзі бойынша 27 мемлекетте сіздің адамдарыңыз және сіз тіркеген адамдарыңыз Atomi сайты арқылы өзіне керекті зат сатып алады. Және бұл жерде бизнес жасай алады. Мұрагерлік қалдыруға болады. Біз адам болған соң шектеулі өмір сүрмейміз. Біздің де өміріміз бір күні қиылады. Сол кезде бұл сіз бастаған бизнесті өзіңіз балаңызға және немереңізге бере аласыз. Әр дистрибьюторға 2 табыс түрі бар. Сайтты пайдалану үшін ақы алынбайды. Ай сайын міндетті түрінде зат сатып алу қажеті жоқ. Жылына бір-ақ рет 2000 теңгеге болсын, әлде 60.000 теңгеге болсын зат сатып алсаңыз, сіздің аккаунтыңыз сақталады. Әрбір өнімнің өзінің бағасы бар және әрбір өнім PV береді. Ол өте маңызды. PV Atomi'да төлемдер есептелетін ішкі валюта. Себебі бұл халықаралық бизнес болған соң, әр елдің өзінің валютасы бар. Atomi'ға кірген адам, дистрибьютор, осы біздің Atomi'дағы PV-мен табыс алады. Қазір счетка, тіс счеткасы 8 штук бір упаковкада 5200 теңге тұрады. 5000 PV береді. Және басқа өнімдер көрсетіліп тұр. Atomi'да сыйақы PV-мен бөлінеді. Atomi өз қатысушыларына қараңыздар 70% пайдасын береді.
44% ол демеушінің сыйақысы, 20% ол мастерлік сыйақы және 6% білім орталығына бөлінетін сыйақы. Компания өзіне 30% пайдасын қалдырады. Atomy сыйақы, 2 сыйақы әр дистрибьютор алады. Бір сыйақыны тек осындай білім беру орталығын ашатын адам ғана ала алады. Ол неге байланысты? Бұл 6% жаңа ғана диаграмма арқылы айтылып кетті. Білім орталығында товар айналымы жүреді. Сол товар айналымы PV ретінде саналады. Сол PV-дің 6% сол білім орталығына бөлінеді. Бинар системасы. Ол өте жеңіл система. Негізінде әртүрлі сетевойда бинар система бар. Бірақ Atomy'дің бинар системасы басқаша, соған көңіл бөліңіздер. Астыңызға тек 2 адам тіркейсіз. Қалған адамдарды әр партнердің астына тіркейсіздер. Сол кезде сізден тек 2 тармақ шығады. Бұл жерде тармақтарыңыз қиылмайды. Бүкіл сіздің артыңыздан тіркелген адамдардың товар айналымы сізге саналады. Atomy компаниясында сол тармақ бар және оң тармақ бар. Бинар қадамның ерекшесі шексіз адамды тіркей бересіздер. Сізде лидер туылуы мүмкін, олар да адам тіркейді. Солармен қоса қаншама сізде товар айналымы өтеді, соның бәрі сізге саналады. Сол үшін сіз өзіңізге сыйақы ала аласыз. Сондықтан Atomy бинар системасы өте ерекше. Назар аударыңыздар, классификация және дистрибьютор шарттары. Байқаңыздар, қанша шарттар бар? 5 шарт. Бірінші сауда өкілі, агент, спецагент, дилер және эксклюзивті дистрибьютор. Мысалы, сіз Atomy компаниясына келдіңіз. Сізді сайтқа тіркеді. Сіз сайт арқылы өзіңізге керекті өнім сатып алдыңыз. Сіз сатып алған өнімдердің PV-і 10.000 PV болды. Әлде мүмкін 10.000 PV-ден асты. Сол кезде сіз сауда өкіліне айналасыз. Сауда өкілі болған кезде сіз табысқа шыға аласыз. Ол үшін не істеу керек? Өзіңіз сатып алған өнімді пайдаланасыз, нәтижесін көрген соң адамдармен бөлісесіз. Адамдармен бөліскен кезде, адамдарды тіркеп, зат сатып алуды үйреткен кезде, сіздің тармақтарыңыз өсе бастайды. Сол кезде, егер сіздің кіші тармағыңызда 600% өтсе, сіз агентке айналасыз. Әлде тағы екінші жол бар. Ол сіз өзіңіздің жеке ID-іңізге 300.000 PV жинайсыз. Сол кезде сіз агентке айналасыз. Егер сіздің жағдайыңыз жоқ болса, сіз 10.000 PV-мен адамдарды тіркеп, зат сатып алуды үйретіп, затпен таныстырып жүрсеңіз, сіз 10.000 PV-мен агентке айланаласыз. Байқаңыздар, сіздің кіші тармағыңызда 600.000 PV өткен кезде. Сол сіздің қайтадан ID-іңізде 10.000 PV бар болса, бірақ сіздің кіші тармағыңызда 1.400.000 PV өтсе, сіз спецагентке айналасыз. Және сіздің табысыңыз спецагенттің табысы болады. Өзіңіз байқаған шығарсыз, арғарайда тура солай көтеріледі. Дилер болған кезде сіздің жеке ID-іңізде 1.500.000, әлде екінші жол. Егер сіздің кіші тармағыңызда 3 миллион PV өтсе, сіз дилер боласыз автоматтық түрінде. Эксклюзивті дистрибьютор болу үшін сіздің жеке ID-іңізде 2.400.000 PV болу керек. Әлде сіздің кіші тармағыңызда 4.800.000 PV өтсе, сіз эксклюзивті дистрибьютор боласыз. Ал сіз өзіңіз қалағаныңызды жасасаңыз болады. Өзіңізде бал жинасаңыз болады. Әлде командаңызды үлкейтіп көбейтсеңіз болады. Демеушілік сыйақы. Басқа сөзбен айтсақ, бұл бинар қадамның сыйақысы. Бинар қадамы қалай саналады? Бинар қадамы демеушінің сыйақысын шығару үшін, саналу үшін 2 тармақтағы тауар айналымы есептеледі. Негізі 7 бинар қадамы бар. Ең кішкентай және ең бірінші бинар қадамы ол 300-300.
Бұл бинар қадамы жинақталады. Уақытта шектеу жоқ. Бір күн жинасаңыз да болады. Және бір жылға дейін жинасаңыз болады, өзіңіз шешесіз. Және әр адамға мүмкіндік. Байқаңыздар. Келесі қадам 700 мың PV. 700 мың PV болған кезде екі тармақта сіздің табысыңыз 40 мың теңге болады. Егер байқасаңыздар 15-30 деген множитель бар. 300 мың PV жабылған кезде 15 множитель болса, егер сіз сауда өкілі болсаңыз 7 мың теңге табасыз. Бірақ егер сіз агент болсаңыз, тура сол бинар қадамына сіз 20 мың теңге табасыз. Себебі сіздің множителіңіз 15 болады. 700 мың PV-лік бинар қадам жапқан кезде множитель 30. Табатын табысыңыз 40 мың теңгедей. 1,5 миллион PV екі жақтан өткен кезде сіздің множителіңіз 60 және табысыңыз 80-ге көшеді. 2,5 миллиондық бинар қадамы болған кезде сіздің множителіңіз 90, табысыңыз 120 мың теңге. Ал енді ойлана беріңіз, күн сайын сіз 120 мың теңге табысқа шығаласыз. 6 миллиондық бинар қадам жапқан кезде множитель 150, табысыңыз 210 мың теңге. 20 миллион PV-лік бинар қадам жапқан кезде сіздің множителіңіз 250, 310 мың теңге табыс күн сайын болады. 50 миллиондық бинар қадам жапқан кезде сіздің множителіңіз 300, табатын табысыңыз 420 мың теңгедей болады. Мен ойлаймын, әр адам осындай табысқа жеткісі келеді. Енді қараңыздар, ең кішкентай бинар қадам 300 мың жинақтауға болады, және ең үлкен бинар қадамы 50 миллион PV. Біздің империал мастерлер 50 миллион емес, 500 миллиондаған PV жабады. Бірақ Atomy компаниясы тек 50 миллиондық бинар қадамына төлейді. Қалған ақшалар қайда кетеді? Төмен түседі. Әр адам Atomy компаниясында өзінің табысын алады. 20% шеберлік сыйақы қалай бөлінеді? 20%-дан 10% сауда шеберлігіне беріледі. 5% бриллиант шеберлігіне беріледі. 2% Шарон Роза шебері. 1,2% жұлдыз шеберлеріне бөлінеді. 1% Royal шеберлігіне бөлінеді. 0,5% Crown шеберлігіне бөлінеді. Және 0,3% Imperial шеберліктеріне бөлінеді. Дүние жүзі бойынша қаншама шеберліктер бар, соның бәріне бөлінеді. Сондықтан Imperial мастерлерде 0,3 болғанымен, Imperial мастерлер дүние жүзінде аздау, сондықтан ақшасы қанша дегенмен көбірек болады. Atomy компаниясында негізінде 7 статус. Сату шебері, бриллиант шебері, Шарон шебері, жұлдыз шебері, Royal шебері, Crown шебері, Imperial шебері. Қазір біз айтып кетейік, қандай Atomy компаниясы өзінің дистрибьюторларына қандай сыйлықтар береді. Сату шеберінде Хемахим, Ивнинке, Фейм жиынтығы. Бриллиант шеберінде Хемахим, Ивнинке, Фейм және қосымша ноутбукке ақша бөлінеді. Шарон Роза шеберінде саяхат беріледі. 2 адамға 4 күн 3 түн. Жұлдыз шеберінде саяхат беріледі. 4 адамға 4 күн 3 түн және 3 миллион 200 мың теңге бөлінеді. Бұның бәрі 1,2%-ға кіреді. Royal шеберінде әр шыққан кезде 320 мың теңге бөлінеді және 170 мың теңге бөлінеді. Саяхат сыйлыққа беріледі. 4 адам 11 күн 10 түн. Crown шеберлігінде сізге қайтадан саяхат беріледі. 4 адамға 11 күнге. Бір рет ақша беріледі 93 миллион мың теңге. Қосымша автомобиль немесе сізге ақша бөлінеді 20 миллионнан аса. Әр шыққан сайын 785 мың теңге бір периодта. Imperial шеберлігіне жеткен кезде Atomy компаниясы қараңыздар қандай сізге сыйлықтар береді.
Ол саяхат 4 адамға 11 күн демаласыз жанұяңызбен. Қосымша 320 миллион теңге сізге үлкен тележкамен сол сахнаға апарып береді. Әр шыққан сайын 1 миллион 600 мың теңге беріледі. Сізге сыйлыққа автомобиль береді. Әлде автомобильдің орнына сізге 25 миллион теңге береді. Қосымша личный ассистентке 20 мың теңге береді. Арендаға 405 мың теңге. Оның үстіне жеке жүргізушіңізге 225 мың теңге бөлінеді. Сіз сату шебері болдыңыз. Хема-хем аласыз, фейм аласыз, ивнинге. Сіздің бір периодта табатын табысыңыз 300 мың теңге. Ол тек үлкейеді. 2 период сайын сіз сату шебері болсаңыз, сіз 700 мың теңге және 700 мың теңгеден аса табысқа шығасыз. Бриллиант шебері болу үшін сіздің оң тармағыңызда және сол тармағыңызда 2 сату шеберден туылу керек. Сол кезде сізге компания Хема-хем, фейм жиынтығын ивнинге береді. Қосымша сіздің табысыңыз көбейеді. 700 мың теңгеден және егер айына 2 рет шықсаңыз 1 миллион 500 мың теңге және одан да көп табаласыз бриллиант шеберінде. Шарон роза шеберінде 2 тармақта сізде 2 бриллиант шебері туылу керек әр тармақта. Сізге компания саяхат береді 2 адамға 3 түн 4 күнге және сіздің табысыңыз қараңыз қалай үлкейеді. 1 миллион 500-ден 3 миллионға дейін және 3 миллионнан аса табыс аласыз. Жұлдыз шебері. Жұлдыз шебері болу үшін әр тармақта сізде 2 шарон розасынан туылу керек. Компания сізге саяхат береді қайтадан 4 адамға 3 түн 4 күнге. Қосымша сіздің табысыңыз қараңыз қалай үлкейеді. 5 миллионнан және 10 миллионға және одан да көбірек табысқа шығасыз. Роял шебері. Роял шебері болу үшін сіздің әр тармағыңызда 2 жұлдыз шебері туылу керек. Саяхат береді сізге компания сыйлыққа 4 адамға, бірақ 10 тәулікке. Арендаға автомобиль береді. Роял шеберіне сіз көтерілген кезде және қосымша қараңыз сіздің табысыңыз қалай өзгереді. 30 мың доллардан 40 мың долларға дейін. Роял шебері. Краун шебері. Краун шеберінде сізге автомобиль сыйланады, саяхат береді. 10 тәулікке 4 адамға және сіздің табысыңыз 40 мың доллардан 80 мың долларға дейін көтеріледі. Imperial Master ең жоғары саты. Қараңыз қандай сыйлықтарға сіз ие боласыз. Imperial Master болу үшін түсінген шығарсыздар. Әр тармақта 2 краун шебері туылу керек. Сол жағдайда сізге компания саяхат сыйлайды 4 адамға 10 тәулікке. Қосымша машина сыйлайды люкс класс. Жүргізушіге 225 мың теңге бөлінеді. Егер сізде білім орталығы бар болса, компания сізге 170 квадратқа 405 мың теңге береді. Жеке көмекшіге 200 мың теңге береді. Және сіздің табысыңыз қараңыз қалай көтеріледі. 50 мың доллардан 100 мың долларға дейін табысқа шығасыз. Ал енді ойлаңыздар, сіздің арманыңыз орындала ма осындай табысқа шықсаңыз? Мен ойлаймын, көп адамдар арманына жетеді және басқа адамдарға көмек жасай бастайды. Біздің Imperial Master'лер тура сондай қадамдар жасап жатыр. Жанұясына көмек беріп және басқа адамдарға да көмек жасап жатыр. Сонда дәрежеге жетейік. Біздің командаға келіңіз, осы маркетинг жоспарын зерттейміз, талқылаймыз және жаңа табысқа шығасыздар. Сізбен бірге болған жұлдыз шебері Қарлығаш Тұрысбекова. Келесі кездескенше.